Сәлеметсіздер ме, құрметті ата-аналар? Мен Жұмабек Тәшенов атындағы орта мектептің педагог-психологы Сембиева Айдана Құрманғалиқызы. Бүгін біз қазіргі таңда аса маңызды және аса өзекті тақырып балалар мен жасөспірімдердің психикалық денсаулығы туралы айтамыз. Алдымен психикалық денсаулық ұғымының анықтамасына қарайық. Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының пікірінше, психикалық денсаулық бұл адам өз әлеуетін іске асыра алатын, күнделікті өмірлік стресстерді еңсере алатын, жемісті және өнімді жұмыс жасай алатын, әрі қоғамға өз үлесін қоса алатын аман саулық күйі. Психикалық денсаулық физикалық денсаулықтың негізін құрайды. Психикалық денсаулық өте маңызды. Ол адамның өмір мен тіршілігінің барлық салаларына әсер ете отырып, олардың қалай ойлайтынына және әрекет ететініне, әлемді қалай қабылдайтынына және қалай қарым-қатынас құратынына ықпал етеді. Сондықтан, өзіңіздің және балаңыздың психикалық денсаулығын күту өзіңіздің және балаңыздың тәнін күтумен бірдей маңызды. Бізге ата-ана ретінде психикалық денсаулық туралы білу не үшін керек? Біріншіден, сіздер психикалық денсаулықты өз сөздеріңізбен және әрекеттеріңізбен, әрі үйде қалыптастырған қоршаған орта көмегімен нығайта аласыздар. Екіншіден, сіздер психикалық денсаулықтағы кінәраттардың алғашқы белгілері туралы және көмек алу үшін қайда жүгіну керек екенін туралы біле аласыздар. Білікті көмекке уақытылы жүгіну психикалық сырқаттардың және асқынулардың алдын алуға оң әсер ете алады. Ата-ана ретінде сіздер балаларыңыздың психикалық денсаулығында маңызды рөл атқарасыздар. Баламның психикалық денсаулығына қалай күтім көрсете аламын? Алдымен балаларыңызға мықты қамқор қарым-қатынастар құруға көмектесіңіз. Балалар өзін жақсы сезіну үшін оларға өз қадір-қасиетін бағалау, сезімін дамытуға көмектесіңіз. Оларға құлақ салыңыз және сезімдерін құрметтеңіз. Үйде қауіпсіз және жайлы орта қалыптастырыңыз. Қиын жағдайларда балаларға және жастарға мәселелерін шешуге көмектесіңіз. Өздерін жақсы сезіну үшін балаларға өз қадір-қасиетін бағалау, сезімін дамытуға көмектесіңіздер. Ол үшін баланы көбірек махаббатқа бөлеңіздер, түсіністік танытыңыздар. Мен онсыз да ол үшін көп нәрсе істеп жатырмын дерсіздер. Кейде біз балаға қажет емес істер істейміз. Ол құшақтасқысы келеді, ал біз оған ойыншық береміз. Ол далада достарымен ойнағысы келеді, ал біз оны әжесімен немесе ата-анасымен отыруға мәжбүрлейміз. Осының барлығы қайшылық пен шиеленіс тудыруы мүмкін. Әсіресе жасөспірімдік жаста, сондықтан баланың махаббатқа мұқтаждығын көрсететін белгілерді ажырата біліп, дұрыс әрекеттер жасаңыз. Жақсы іс тындырса мақтаңыз. Жұмсаған күш-жігерін әрі сол күш-жігерінің нәтижесі сәтті шыққанда бас иіп мойындаңыз. Үй шаруасына өз үлесін қосуы үшін балаңызға міндеттер жүктеңіз және мүмкіндіктер беріңіз. Мақсаттар мен міндеттер белгілеуге көмектесіңіз. Өзіңіз үлгі болыңыз. Балаңызға өзін-өзі жақсы көру, жаңа іске кірісуге және күш сынап көруге дайын болу қандай болатынын, өзіңіз сәтсіздіктерді немесе қиындықтарды қалай жеңетініңізді көрсетіңіз. Үйде қауіпсіз сүйіспеншілікке толы орта қалыптастырыңыз. Сол ортада балаңыз өзін жайлы қауіпсіз және бақытты сезіне алуы тиіс. Баланың көзінше жұбыңызбен ұрысудан және дауласудан аулақ болыңыз. Баланың немесе жасөспірімнің мұңаюы немесе ашулануы қалыпты жайт. Баланы өз сезімдерімен бөлісуге ынталандырыңыз. Баланың немесе жасөспірімнің сезімдерін теріске шығармаңыз. Кез келген сезім қалыпты құбылыс. Балаға сұрақтар қоя отырып және мұқият тыңдай отырып, тілдесу мен әңгімені қолпаштап отырыңыз. Әңгімелесудің ұтымды сәті күнделікті бірге түскі ас немесе кешкі ас ішу болып табылады. Мақтаңыз. Ата-аналар балалардың кішірек кезінде көбірек мақтауға бейім, бірақ жасөспірімдермен өзін-өзі жоғары бағалауға үйренуге едәуір мұқтаж. Құрметті ата-аналар, балалардың денсаулығы сіз үшін де біз үшін де өте маңызды. Егер де балаларыңыздың психикалық денсаулығынан өзгерістер байқасаңыз, дереу көмекке жүгініңіз. Кез келген браузердің іздеу жолына covid-19.mentalcenter.kz сайтын жазып, тегін психологиялық көмек көрсету сайтынан да көмек ала аласыздар. Назарларыңызға рахмет.